Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге тағы бір ерекше тағамның рецептісімен бөлісемін. Бұл тағамның аты араб табасы деп аталады. Ең алдымен 3 дана қызыл бұрышымызды 4 бұрыштілеп тұрып турап аламыз. Қызыл бұрыштарымызды турап алдық. Енді 6 дана жасыл бұрышымызды да дәл сондай қылдырып турап шығамыз. Енді орташа үлкен пиязымызды ұсақтап 4 бұрыштілеп тураймыз. Енді кезек картоптарымызға да келді. Картоптарымызды да 4 бұрыштілеп тураймыз. Картоптарымызды турап болғаннан кейін қызанақтарды турауға кірісеміз. Ол үшін бізге 3 қызанақ керек. Егер қызанақтарыңыз үлкен болатын болса, 2 дана жетіп жатыр. Қызанақтарымызды дәл картопты турағандай 4 бұрышты қылдырып турап шығамыз. Турамастан бұрын қызанақтардың қабығын жақсылап аршып алу керек. Енді барлық турап шыққан заттарымызды противеньге тізіп шығамыз. Енді сарымсағымызды да ұсақтап турап саламыз. Негізі 5 тіс сарымсақ қажет, бірақ менің сарымсағым үлкен болғаннан кейін мен 1 тіс қана қолдандым. Енді тізіп шыққан бұл көкөністердің үстіне 600 грамм фаршты саламыз. Ортасына қоямыз. Үстінен қажетті дәмдеуіштерді қосамыз. 1 шай қасығымен қызыл бұрыш, 1,5 шай қасықпен паприка, 1 шай қасық зира, 1 шай қасық қара бұрыш және 2 шай қасығымен тұз саламыз. Одан кейін 1 ас қасықпен томат пастасы, 1 ас қасықпен бұрыш пастасын саламыз.
Одан әрі бір түрік шай стақанымен, яғни 100 мл зәйтүн майын құямыз. Артынша 2 стақанмен су құямыз да барлығын жақсылап тұрып араластырамыз қолымызбен. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін үстін жақсылап тұрып бастырамыз қолымызбен. Енді алдын ала ысытылған 180 градус духовкада 1 сағат бойы пісіреміз. Достар, менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп, және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын. Тағамыз дайын болды. Бұл тағамға гарнир ретінде негізінен күріш өте жақсы жарасады. Немесе гарнир жасамай, құр өзін жесе ғана болады. Тағамыз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Келесі көріскенше.